Таза су көп жасаудың қайнар көзі. Адам ағзасы 60-80% судан тұрады. Сапалы өмір сүру үшін суды ішу маңызды. Таңертең аш қарынға ыстық су ішу несімен пайдалы және қандай су ішеміз? Осы сұрақтар мен ұзақ өмір сүрудің құпиясын ашатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып және менің арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыз. Құрылыс ілімі бойынша мәңгілік жастықтың құпиясы нақ ыстық суда сақталған екен. Бұл қайнаған немесе жылы су емес, дәл 40-45 градус температурадағы су. Тибет дәрігерлерінің пікірінше, аш қарынға ішілген бір кесе ыстық су өмір жасын 10 жылға ұзартады. Ыстық су түн ішінде жиналған асқазандағы зиянды микробтарды өлтіреді, ал Қытай балаларды тамақ алдында жылытылған су ішуге дағдыландырады екен. Тіпті мейрамханалар мен дәмханаларда тапсырыс әкелместен бұрын мейманға бір кесе ыстық су беріледі. Ертең оянғаннан кейін ішілген жылы су бас сақинасынан, бас ауруынан, қан қысымының жоғарылауынан, қан аздығынан, семіздіктен, буындардың қабынуынан айықтырады екен. Суық судан ағзамыз тітіркеніп қалады да, суды оптималды температураға, яғни дененің ішкі температурасына дейін жылыту үшін дабыл қағады. Басқа сөзбен айтқанда, ас қорыту мүшелерінде қан тамырлары тарылып құрсады. Асқазан мен өңеш қабырғаларын қорғау үшін асқазаннан шырыш көп мөлшерде бөлініп, ас қорыту баяулайды. Асқазан мен өт қабы түйіліп, өт жолдары толады. Осылайша адамдар суық су немесе мұз қосылған сусындар ішу арқылы ағзадағы орасан зор зиян тигізеді екен. Құнарлы заттардың сіңудің орнына дене қуатты температураны реттеу үшін күш жұмсайды. Сондықтан да бұл артық салмақтан арылу үшін тиімді тәсіл екен. Ыстық су ас қорыту мүшелерінің бұлшық еттердің босаныстып, асқазан қабырғаларын ас қалдықтарын мен асқазан сөлінен тазалайды. Қышқылдықты сілтілік тепе-теңдігін дұрыстайды. Асқазандағы зат алмасуды реттейді. Қан тазарады. Уытсыздану үдерісін күшейтеді. Ағза біртіндеп ояна бастайды. Ыстық су ішу арқылы қандай аурулардан арыламыз? Өтті сұйылудан, өт қабының тарылуынан, бітелуінен, қисаюынан қорғайды. Асқазан қышқылдығын қалыпта ұстайды. Ішекті, асқазанды түрлі қалдықтардан тазалайды. Ауыз қуысынан бастап іштегі микробтарды өлтіреді. Зат алмасу процесін реттейді. Қанды тазартады. Іш қатуды жояды. Ыстық суды қалай ішеміз? Алдымен сүзгіден өткен таза суды қайнатпаймыз, жай ғана ыстамыз. 40-50 градуста болуы керек. Қатты ыстық су қауіпті, өйткені өңеш күйіп қалатындай жағдайда болса, онда сіз ыстықты сезбей қалуыңыз мүмкін. Ыстық суды аш қарынға 1-2 стақан жаймен ғана ұрттап ішу керек. Суыңызға аздап лимон сығындысын қоссаңыз, судың пайдасы молая түседі. Кейде біз ағзаны тазалау үшін дәріханалардан түрлі дәрілерді сатып алып ішуімізге тура келеді. Дәріханалардан ешқандай да дәрілерді сатып алмай-ақ, күнделікті үйде суды 40-50 градуста ысытып ішу өте пайдалы. Ағзаны тазарту және арықтау үшін күн сайын ыстық су ішуге кеңес берем, бірақ қайнаған емес. Сонымен қатар, ісікті де басатын қасиеті бар. Жылы су ешбір қоспасыз-ақ несеп айдайтын қасиетке ие. Егер сіз күн сайын таңертең аш қарынға жылы су ішетін болсаңыз, аз күнде ақ ісіктің басылғанын байқай бастайсыз. Оның үстіне жылы су бүйректегі тас жиналудың алдын алады. Асқазандағы қыжылды басатын да қасиеті бар. Асқазанда қыжыл көбейсе, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Ал аш қарынға жылы су іше отырып, асқазандағы қыжылды реттеп, қыжылды басуға болады. Жылы судың тағы бір қасиеті бүйректегі тасты шаяды. Су асқазан қышқылын сұйылтып, ағзадағы токсиндерді шайып шығарады.
содан бүйректе тас пайда болуы мен қуыққа инфекция жиналудың алдын алады. Иммундық жүйе күшейеді. Аш қарынға ішілген су ағзаның лимфа жолы арқылы жүйені қалыпқа келтіреді. Вирус пен бактерия сынды ауруларды туғызушы патогендерге қарсы иммундық жүйенің күшеюін қамтамасыз етеді. Таза су бұл алғашқы медицина. Су ағзаның тиімді функцияларын жаңартып, катализатор сияқты жұмыс істейді. Судың дұрыс мөлшерде пайдалануы бауырымыз бен бүйрегіміздің жұмысын жақсартып, қалыпты деңгейде ұстауға көмектеседі. Осы мүшелеріміз қандағы улы заттарды, қалдықтар мен тұзды кетіруге жауапты. Мен осы саладағы зерттеушілердің айтуынша, бүйрекке тас жиналудың алдын алып, бас ауруының тағы да басқа ауруларға шалдықпайтын боласыз. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, подписаться кнопкасын басып, лайк басуды сұраймын. Ормаңыздар ем болсын, ыстық суды үнемі ішіп жүруге кеңес беремін.